Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өз қаржысына ұшақ жасатып, оны қазақ офицеріне табыстай отырып, ұлы жеңіске өз үлесін қосқан қазақ кім? Және ол ұшақтың тағдыры қалай аяқталды деген сұрақтарды бүгінгі видеода қарастырып көрейік. Бастамас бұрын әдеттегідей сізден арнаға тіркелуді, лайк пен пікір қалдыра отыруыңызды сұраймын. Соғыс кезінде ауылдарды көп аралап, өнер көрсеткен Қажымұқан Мұнайтпасов қолына түскен ақшаны жинап, оны 100 мың сомға жеткізіп, Москваға мынандай телеграмма жіберген. Москва СССР қорғаныс комитетіне жоғары бас қолбасшы Сталин жолдасқа. Мен қазақ халқының палуаны Қажымұқан Мұнайтпасов. Өзімнің тапқан табысымнан 100 мың сом ақшаны Совет армиясының пайдасына беріп отырмын. Сол ақшаға самолет жасатуды өтінемін. Сөйтіп, ол самолетті майданға жіберіп, ең жақсы қазақ ұшқышына табыс етуді сұраймын. Советтік отанның жеңісіне тілектестікпен Қажымұқан Мұнайтпасов. Бұл хаттан кейін ұшақ 1944 жылдың күзінде дайын болды. Солтүстік батыс майданына жіберілді. Ол ұшақ қазақ ұшқышы аға лейтенант Қажытай Шалабаевқа табысталды. Және ол соғыс барысында бұл ұшақпен 100-ден аса әскери тапсырма орындаған. Осылайша, майдан аспанында қанатының астында Қажымұқан деген жазуы бар истребитель самғады. Бұл самолет біздің жеңісімізге өз үлесін қосты. 1945 жылы 24 маусымда Мәскеуде өткен жеңіс шеруінде Қажымұқан ұшағы әуеге тағы да бір көтерілген. Ұшақ жасауға қаржы берген Қажымұқанға Сталин өз атынан алғыс хат жолдаған. Майдан даласынан жауынгерлік хаттар келген. Ол ұшақ кейін Балтық бойындағы әскери мұражайға табысталды.